Достар, бәріне сәлем. Сіздермен бүгін мен Нұралы, және де бізде бүгін осы аптада ашқан трейдтарға шолу жасайтын боламыз. Осы апта қызықты болды, жақсы трейдтар бере алды, және осы аптада мен 14 трейд аштым. 14 трейдтің бәрі тейкпен жабылған жоқ. Әрине, бізде 14 трейдтің 3, 4, 5, 6-ауы тейкпен жабылды. Қалғаны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-еуі, или 8, давайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, жетеуі стоппен жабылған, және бір безіп өтіп көріп тұрмыз. Негізі нормальный статистика, себебі барлық трейдтар плюспен жабыра бермейді, бірақ мен осы аптада риск ревордтың жоғары болғандығынан жақсы нәтиже көрсете алдым. Яғни 1-де 6, 3-де 6, 2, 4-де 7, және де 2-де 57 деген риск ревордтар ала алдым. Енді осыны шолу жасайық. Бірінші трейд бізде ол NASDAQ бойынша болған, және бұл трейд менде стоп-лосс болды. Давайте кеттік. Бұл трейд бізде мынандай болды. Бұл енді ертерек кіріп кетті, масық-ыстықтан болды. Енді неге стоп-лосс болды? Ол мен өз күнәм, өзін түсіндім. Сондықтан келесі трейдқа өтейік. Келесі трейд ол бізде келесі трейд ол бізде мынау емес. Мен дәл сол күні NASDAQ бойынша сол жерден трейд алып жібергем, және ол трейд менде мінекей былай болды. Бұл менде бұл жерде 2 трейд алынды, бір емес. Енді бұл трейдқа өтейік. Бұл трейд бізде 6-сы күні болды. Мына жерде алынған трейд, бұл жердегі кіру логикасы. Бізде трейдтің тейк профит мына жерде. Неге мен бұл трейдқа кірдім? Бұлай алынған примерно. 4 риск реворд емес. Бұл жерде 3-те 6 риск реворд осылай алынды, тейкпен жабылды. Дневкадан бастап төмен түсейік. Неге шорт? Себебі бізде қарасақ, NASDAQ-та баға біріншіден шартовый зонадан шортқа реакция беріп тұр. Екінші, сол зонаға келгеннен кейін біз 2 свечкамен төмен құлап бергенбіз, және бұл сатушылардың ықтималдылығы жоғары екенін көрсетеді. Яғни мына жақта манипуляция жасап өскенбіз, бірақ сосын құладық. Екіншісі ол бізде бір күндіктегі мына тұрған FVG, яғни имбаланс. Осы имбаланс тоже фактор ретінде есептедім. Келесі 4 сағатта бізде баға мына аймақта да sell зонаға келіп тұр. Sell, дұрыс мына жер болатын шығар. Sell зонаға келді, sell зонада манипуляция істеді өткен күннің максимуммен, және осы жерден кейін кіші таймфреймда сауда уақытында жоқ, даже Азияны хайдан то есть не беріп тұр екен, Окей. Азия уақытында оптимал трейд тайм уақытында баға келіп бізден төменге қарай құлады. Енді мына жерден закрепление бергеннен кейін де асықпай кіруге болатын еді, бірақ мен ертерек мына жерде кіші таймфреймда, яғни 2 минутта позицияға кірем деп шештім. Баға мына жерде бір шешті, ликвидность кеп құлап берді, жинады да қайтадан манипуляция істеп, бір снятие, 2 снятие жасап, уже мына жерде бұзған соң мен личный аккаунтында бір трейд көрсеткем телеграмда. Ол трейд менде мына жерден алынған болатын, яғни манипуляциядан кейін бірден алынды, take profit. Ол жерде мына жерге қойылды, және де примерно 20 риск ревордтай, 25 риск ревордтай ұстай алдым. 22 дейікші, бір трейд осылай ашылды, тағы бір трейд осылай ашылып, сәтті түрде жабылды. Сонымен қатар журналға жазылмай қалған бір трейд бар, ол менде S&P 500 бойынша. Ол мына трейд. Яғни баға келеді, өткен аптаның максимумын шешеді, яғни манипуляция екен көріп тұрмын. Мен ойлаған болатынмын, негізі біз енді күн басталған кезде біз мына жерде шештік, ары қарай манипуляция жасап, меніңше
мынаны шешіп бүйтіп көтерілеміз ба деген, бірақ баға келіп үстіге қарай өскен соң уже қайда баратыны маған түсініктірек болды. Яғни мынаның барлығы менде трендовый ликвидность, квазимода немесе, және осы ликвидностьтің алынуына барып четкий позицияға кірдім. Енді Азияда кіріп қойдым, бірақ исходы түсінікті болды мен үшін. Осылай болатыны. 3 риск реворд алынды бұл жерде. Так, келесі менде ол келесі менде ол фунт бойынша ашылды. Бұл жерде 2,51 риск реворд, 1,5% рискпен лонгқа алынды. Әдемі трейд болды. Неге бұл жерде лонгқа алынды? Бірге шоу жасайық. Так, енді несін жазып қойыппын, conclusion. Яғни 4 сағаттық range high, range low дейді біріншісі. Так, яғни біз 4 сағатқа өтетін болсақ, бізде баға енді лонг трендті келе жатыр. Плюс бізде үстінде equal high'стар қалған. Енді бұл күні мынаған баруға шанс жоғары болған. Бірақ мен почему-то мына жерде шығып кетемін деп шешім қабылдадым. Енді баға келеді, ликвидностьті шешеді. 30 минутта не істейміз? Келеміз, өсіп береміз, жақсы объемдармен подтверждение береміз. Плюс мен даже бұл жерде бұл бойынша кірмедім, мен 1 сағаттыққа қарадым. 1 сағаттықта свеча петельмен қалып жатыр, плюс ресейп жасауды еще имбаланстан төмен қарай түсірмейді. 15 минуттықта маған Лондон ашылып, бірден агрессивно ашылып береді, және мен бұл жерде 586-дан осы жерден кірдім. Stop loss buy, take profit buy алдым. Негізі 2 риск реворд, бірақ мен бұл жерде қосымша, жоқ, 1,5 немен риск жасағандықтан осындай болды. Негізі чуть күтіп қалған кезде Лондон біткеннен кейін әрекетін көріп отырмыз. 4,52 риск ревордқа дейін алуға болады. Бірақ неге мен мына жерде шығып кеттім? Себебі мына жерде қарасақ, бізде компрессия секілді өсіп келе жатты, және маған бұл әрекет бағаның ұнамады. Сондықтан мен бұл жерде тыныш демалайын деп шештім. Вот видите, жазып қойған. Келесі бізде так, келесі бізде мынау шортты көрсеттім. Мынау тоже так, 7-сі күні ашылған екен. Давайте бұл не трейд? 7-сі күні, бұл 7-сі күні ашылған. Негізі четкий трейд. Орында осылай алу керек қой, негізі мықты трейд. Енді бұның логикасын қарайық. Бұл бізде мына күні ашылды. Так, неге бұл шортқа ашылды? Тренд лонгқа қарай өсіп жатыр. Неге шортқа алдың деген сұрақтар болуы мүмкін. Так, бұл менде мына жерде ашылған. Так, былай. Примерно осылай алынды. Take мына лоуға қойды. Енді еті тез жасап берді. 2 риск ревордпен осылай алынды. Енді неге бұл шорт? Егер біз дневкаға қарайтын болсақ, дневка бізде енді өсіп жатыр, имбаланста тест жасағанбыз, жоғары қарай кеткенбіз. 4 сағатқа қарайтын болсақ, біз енді давайте қайтадан оралайық дневкаға. Дневкада бізде баға мына әрекет басталған жерден төменгі жерге дейін біз мынаны қарасақ, мынау бізде дискаунт, мынау бізде премиум. Осы біз премиумда қымбат бағаға келгендіктен, және мына имбалансты толығымен толтырғандықтан, сондай логика болды менде шортқа қарай деген. Біріншіден, екіншіден, біз мына жерден тоже премиум дискаунт жасасақ, біз бәрібір де премиумда тұрмыз. Еще өткен аптаның хайын шешіп алған, баға бәрібір де премиумнан дискаунтқа қарай төмен түсу керек деген логика болды, және біз астында мына жерде екі бірдей имбалансты тест жасамай ровно қалдырып кеткенбіз. Осындай имбалансқа дейінгі трейд менде алынған болатын, бірақ мен бұны пропта алмадым, бұны тек личный депозитында
тест ретінде алып көрдім және осындай трейд болды. Келесі так, дәл осы жерден көрсетіп кетейін мен. Бұл жерде менде вот біз мына имбалансты жасаған соң мына ликвидностьтарды шешкеннен кейін мен мына жерден 817 нүктесінен лонгқа қарай позиция жинадым. Тек профитті мен бұл жерге қоймадым. Мен трейдті мына жақтағы ликвидностьтарға енді примерно 2 қылып алғым келді. Так, негізі цель менде мына ликвидностьтар болған вообще осы аптаға. Алдық, бірақ бізде лимиткамызды орындады да баға стоп-лосспен жауап берді. Бұл жерде мен ештеңе істемедім. Стоппен жабылса, ол нормальный нәрсе. Бәрінде болады. Главное, стопты жатып, өзіңмен өзің қуып кетпеу. Так. Келесі. Так, мынау басқа трейд. Қазір өтейік. Так, келесі бізде вот мына дәл сол трейд, бірақ пропта орындалған трейд, минуспен жабылды, жаңа көрсеткен трейдім. Так, 8 күні US 100 дейді. Бұл бізде мына трейд. Негізі бұл трейдті мен ашпау керек болғанмын. Давайте бірге өтейік. Так, мен мына трейдті сәтті түрде жапқаннан кейін мен не істедім? Так, бізде баға мына 8 күні жаңалық шығады. Трамп біз Ирандағы соғысты то есть қайтадан бомбалай бастаймыз деген, және осы жерден нарық өз реакциясын береді. Келеді, потом мен вот қарайық. Мен бұл аймақта так, мына имбаланстан негізі мына жерде лонг кіргім келген. Мына жерде баға келіп ликвидность шешеді. Ликвидность шешкеннен кейін жоғары қарай өсіп реакциясын береді, және осы жерден примерно мен жоқ, бұл жерден емес, мен мына жақтан лонгқа кіргім келген болатын. Себебі мына жақтарда видите, Лондонның максимумы бар, плюс бізде equal high'стар қалып кеткен, ликвидность жинап, және осы жерге мен лонг алғым келген. Осылай 2,5 рр спокойно барып береді. Бірақ мен бұл трейдті өткізіп алғандықтан мен енді ашкөздік оянып кетті де мен так, мінекей мына жерден уже ликвидностьті шешті, және мына жақтан баға төмен түскеннен кейін нарада шорт аштым. Енді до конца сенгім келді шорт болатынына, себебі мына жерде астында видите трендовый ликвидность қалып кеткен болған. Вот, және осы ликвидностьқа қарай примерно былай ашылғым келді 3 рр, бірақ нәтижесін өздеріңіз көрдіңіздер, стоп-лосспен жабылды. Ничего страшного, стоп-лосс ол нормальный. Плюс мен еще өзім шілденіп стоп-лосс тартып жердім, и минус 4 риск реворд алып қалдым. Негізі стоп-лосс тартуды қою керек. Келесі. Келесі бізде ол так, мынау, бұл фунт бойынша 4-7 риск реворд дейді. Давайте, бұл өте интересный трейд. Кеттік. Шолу жасайық. Так, бұл мына күні болды. Бұл күні мен негізі лонг деген, планның барлығы лонг болды. Себебі мына жерде көріп отырмыз, компрессия қандай күшті қалдырып кеткен, және баға келді. Мен бұл жерде 2 трейд аштым. Так, бірінші трейд ол менде баға мына жерде ликвидность шешеді, өседі, және Лондонға келгенде мен осы аймақтан осылай трейд алдым, лонг деп. Бұл 3-1 трейд барып береді деген мақсатпен, 3-1 емес, даже мен бұны осылай алдым, 2.65. Баға келді, жаңалықпен манипуляция жасап кетті. Өкінішке орай мына минимумдарды шешіп алды, және біз өстік. Жақсы дедім.
окей, стоп лосс бұл жерде менде 2% минус болды өкінішке орай. Бірақ осыдан кейін вот мен көрсеткендегідей мына жерден тағы да енді лонгқа баратын сенімді болдым. Бұл трейд менде стоппен жабылса болды, мен уже лонгқа көтерімді үземін деген болатынмын. Және баға келді, мына жақтан ликвидность шешкеннен кейін біз вот мына жерден свечка жабылған соң мен былай лонгқа позиция алдым. 4-7 риск реворд примерно осылай алынды. 4-81 баға келді, Нью-Йоркта четко жауап берді. Келді, ликвидность шешті, ликвидность шешкен соң бірден кірдім позицияға. 15 минуттық свечка жабылғаннан кейін 5 минутта бұл жерде мен үшін енді қатты бір фактор болған жоқ. Фактор болса, ол мына имбалансты толтырған деген фактор шығар. Бірақ біз осы жердегі ликвидность шешіп алуға әлі келген екенбіз, иә. Мына жерде дабор жасауға болады. Бірақ мен істемедім. До конца күттім. Мен 4-7 RR өте жақсы нәтиже деп ойлаймын. 4-8 RR мен тейк алдым. Так, conclusion жазылыппын, иә, жақсы. Так, келесі бізде так 4-7 RR, потом лонг. Так, бұл жаңағы мен көрсеткен минус, наверное, да, 2 минус 2 мен алдым деп. Вот. Сосын US 100 бойынша 9 күні тейк алдым. Бұл тейк четкий тейк болды, по идее. Давайте шоу жасайық. Окейдан өткізіп жіберейік. Так, неге лонг ары қарай? Так, давайте басқа неден қарай салайын. Мына стоп лоссты белгіледік. Келесі. Біз көріп отырмыз, баға ликвидность шешеді, өседі, потом тағы да ликвидность шешеді, өседі, ликвидность шешеді, өседі, ликвидность шешеді, өседі. Яғни жоғары қарай өзінің білгені бойынша жүріп жатыр баға. Және ордер флоуды байқадым. Осы ордер флоудың көмегімен ары қарай бағаны жоғары өсірді. Менде менің вход алу, позицияға кіру факторым ол менде. Так, бұның алдында мен негізі бағаны құлатып жібергім келген. Былай қарай алып, мына жерден шортқа кірдім осы аймақтан. Бірақ бұл шорттың дұрыс емес екенін түсіндім. Яғни тейкті былай қойғым келген, нақты құлайды ғой деп. Бірақ нарративті көріп отқандықтан плюс бағаның реакциясын ескере отыра мен шортымнан мына жерде шығып кеттім. Ол менде журналда жазылып тұр, минус 0.4 риск реворд деп. Так, давайте мынаны солай жасалайық пока. Минус 0.4 риск реворд деп жазылып тұр. Осы жерде шығам, осы жерде шығып кетемін деп позициямнан. Мен мына жақта лонгқа қарай алсам. Мен лонгқа мына жерде алдым примерно осы аймақтан. Стоп лосс былай қойылды, тейк былай алынды. Бұл жерде менде немен риск менеджмент бойынша сәл объемдарды кішкентай алып қойғам, 0.8 риск реворд болды. Және общий RR мен өзім арнайы әдейі мына жерден позициядан шығып кеттім. Сонда менде примерно 2 риск реворд, бірақ 0.8 болғандықтан менде 1.6 риск реворд жасалынды осы трейд арқылы. Ничего страшного, минус 0.4 плюс 1.6 ол плюс 1.2 риск реворд мына ситуациядан алынды деген сөз. Так, осындай трейд түсінікті деп ойлаймын. Келесі. Так. Вот минус 0.4 деп жазып қойғанмын дәл сол күні. Мынау менде фунт лонг алған. Бұл лонг тоже негізі алуға стоит лонг болған. Вот, мен алдым, тейкті былай қойғам, бірақ түн болған соң мен бұл позицияны жауып тастаймын деп шештім. Яғни кеш болғандықтан бұл позициядан шығу керек болды. Менде давайте шығу жасайық. Мына позиция тұр.
мына жерден баға бізде ликвидностьті шешеді. Шешкен соң біз объем жасап жоғары қарай өсіріп береміз бағаны. Өсіріп берген соң мен бірден негізі 40-тан жалға күтіппен, бірақ жабылды. Жабылған соң почти бірден лонгқа қарай бастым. Лимиткамен асықпай алса да болатын еді. Келесі жылдар, наверное, чисто лимиткамен күтетін болады. Тейк 370-ке қойылды. 2.9. Неге 370? Себебі мен ол жақта мынаның бар екенін білдім. Яғни мен бағана айттым сіздерге, мен осы аймақтан бағаны күтемін деп. 450, мына жерде 450 болды, до конца да күтсе болатын. Бірақ енді мен бер жағында шығып кетейін, ашып көз болмайын, ертерек жапсын деген оймен қойған болатынмын. Енді логикасын 4 сағаттан қарайық. Имбалансқа кіреді. Плюсына премиум дискаунтқа қойсақ, бізде дискаунтқа кірмейді екен. 30 минутта ликвидностьті шешіп, объем берген соң позицияға алынған болады. Осындай позиция негізі, егер мен мысалға, сол күні, бұл жерде неше сағат, мен мына жерде шықтым, осы аймақта қайда шешті ғой, уже больше құлайтын шығар енді деген секілді оймен. Бірақ әрине баға кетті, 191-ге дейін барып берді. Мен мына жерде шығып кеттім. Атак негізі без убыток қойып, спокойно отыра беруге болатын екен негізі. Или жоқ, спокойно отыра беруге болатын екен. Осы жерден кейін Азия ашылды. Шым тейк профитпен жауап берді. Бірақ енді манипуляция болды. Жалпы негізі до конца ұстасам бар үшін. Енді кейде барады, кейде бармайды. Енді әртүрлі ситуация, бірақ бұл жолы бізде барып берген. Келесі трейд. Так, уже 10-шы күніне келіппіз. Келесі бізде ол NASDAQ бойынша трейд. NASDAQ бойынша біз мына трейдмен алғым келмеген, по идее. Жоқ, бұл бізде негізі без убыток бұл трейд, без убыток болған. Бұл минус 1,5 емес. Давайте кеттік. Так, бұл менде без убытокпен жабылған трейд. Мен ең басында бұл трейдті алдым. Манипуляция болған көрдім, төмен қарай түсті, бірақ енді жаңалық шартовый болғандықтан, Трамп біз Иранмен келіспейміз дегендіктен, мен мына жерде бір шорт ашқанмын осылай. Потом барып тейкті негізі былай қойдым. Жоқ, даже мен мына жерде кірдім болған. Тейкті осылай қойғам, бірақ мына жерге келген соң без убыток қойдым, без убытокпен шығып кеттім. Окей дедім, без убыток алдым. Сосын мен өзім баға мына жерде хайда шешіп алған соң, төмен қарай құлап берген соң, мына жерден бірден шортқа кірейін деп шештім. Және баға көріп отырмыз не істеді, бізді мені без убытокпен жапты. Плюс мен еще стоп-лоссты былай қарай тарттым, плюс-минус. В общем, өзім кінәм болғандықтан мен минус 1,5 риск-реворд алдым. Негізі мына жерде минус 1 риск-ревордпен жабылуға болатын еді. Келесі. Келесі, ол менде фунт дейді. Фунт, давайте. Бұл менде лишний депозитпен ашылған трейд. Бұл жақсы ашылды менде. Мен бұны негізі 2 трейд ашылған бұл аймақта. Бірінші трейд ол мына жерде болған. Убытокпен жабылды бұл. Тейкті мен былай қойған. Бірде 6 RR-мен алып. Бірақ бұл өкінішке орай стоп болды. Бірақ стоп болғаннан кейін мен қайтадан кіріп жібердім. Екінші трейдқа осы жерден.
бір трейд, бір сделка менде былай алынды, трейд менде былай қойылды, иә. Екінші трейд менде былай алынды. Және трейд менде былай қойды. Негізі түбіне дейін күтуге болатын еді, мына жаққа дейін до конца тартып біраз. Бірақ енді олай күте алмадым, честно, мен ертерек шыққым келді, ликвидностьті алып, уже осы жерден тейкпен жабылдым. Мына жерде шыққан кезде бұл бізде неожиданный всплеск болды, бірақ стоппен мені шешпеді брокер. Брокерге рахмет сол үшін. Жалпы осындай трейдтар болды, негізі 14 трейд меніңше. Енді қатты көп емес, бірақ средний да. Так негізі трейдтарды аз ашу керек. Бұл жерде трейдтардың саны көп болу менде бұл аймақта екі параны сауда жасайтындықтан және өзімнің депозитіммен қосымша проптан бөлек трейдтарды алатынымдықтан. Осындай трейд болды, жалпы жақсы, плюстамыз, главное жұмыс жасадамыз. Енді сіздерде апталарыңыз қалай болды? Меніңше жақсы болды деген ойдамын. Шолуға лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Менің данныйларым, контактым описаниеда болады. Сау болыңыздар.